Бұл сабағымызда біз сіздермен мақаланы антиплагиатқа қалай тексеру керек екенін көрсететін боламыз. Оның жолдары өте көп. Соның ішінде ең қарапайымы әрі ең танымалы ол antipлагиат.ру платформасы арқылы. Ол үшін сіз өзіңіздің браузеріңізде antipлагиат.ру деген адресті тересіздер. Бұл сілтемені біз сізге телеграмға қалдырамыз. Осы сілтемені тергеннен кейін сізде мына бет ашылады. Осы бетте сіз егер тіркелмеген болсаңыз, ең бірінші тіркелу керексіз. Ол үшін мұндағы көрсетілген регистрация батырмасын басасыз. Ал егер сіз бұған дейін бұл жүйеге тіркеліп қойған болсаңыз, онда жай ғана войти батырмасымен кіресіз. Ал біз сіздерге осы жүйеге қалай тіркелу керек екенін көрсетеміз. Ол үшін сіз мұндағы регистрация батырмасын басасыз. Мұнда ең бірінші өзіңіздің электронды почтаңызды көрсетесіз. Біздің жағдайымызда ол Ustaz Club gmail.com. Содан соң сіз мұндағы келісемін батырмасын басасыз және зарегистрироваться батырмасын басасыз. Сонда сізге мұнда пароль сұрап тұрады. Ал сіз ол парольді қайдан аласыз? Бұл пароль сіздің көрсеткен электронды мекен-жайыңызға келетін болады. Ол үшін сіз мұндағы өзіңіздің электронды почтаңызды ашсаңыз, мұнда регистрация в системе антиплагиат деп хат келеді. Сіз осы жерге бір рет басасыз. Содан соң сізде мұнда бірнеше сілтемелер болады. Соның ішінде мұнда екінші абзацтағы для завершения регистрации на сайте антиплагиат перейдите по ссылке деген сөздің үстіне басасыз. Сол кезде сізге жаңа парольді орнатыңыз деп сұрайды. Бұл жерде естеріңізге сала кетейін, парольді орнату ол мынандай бір символдарды жасаған кезде ғана жүзеге асады. Біріншісі ол ең кем дегенде 8 символ болу керек, екінші максимум 16 символ болу керек, бір кішкентай латын әріпі және бір үлкен латын әріп болу керек. Соған сәйкес мен қазір өзімнің паролімізді мұнда тереміз. Міне егер барлығы дұрыс болса, онда сізден ештеңе сұрамайды. Егер дұрыс болмаса, онда мұнда жасыл галочкалар жанбайды. Тура сол парольді қайтадан енгізесіз. Егер де барлығы дұрыс болса, онда мұнда сохранить батырмасын басасыз. Сол кезде сізде мынадай бет ашылады. Егер де сізде осы бет ашылған болса, онда сіз бұл жүйемен жұмыс жасауға дайынсыз деген сөз. Ал енді бұл платформаның тегін нұсқасы да бар және тегін емес, яғни ақылы тарифтері де бар. Сол ақылы тарифтермен бір танысып кетсек. Ақылы тарифтеріне кіру үшін мұндағы тариф батырмасын басасыз, мұнда сізге барлығының өзінің бағаларын және қай тарифте қандай нәрсе сізге қолжетімді болатынын көрсетеді. Осы бөлімге кіріп, сіз тарифтермен танысатын боласыз. Бірақ та негізінде сізге бастапқыға тегін тарифмен де жұмыс жасау жеткілікті болады. Сондықтан біз сіздерге қазір тегін тарифінің мүмкіншілігі қаншалықты екенін көрсетеміз. Енді антиплагиат деген сіздер өздеріңіз білесіздер, бұл мақаланың ішіндегі қандай тексттер басқа бір көздерден алынған, соны тексеріп беретін жүйе болып табылады. Оны тексеріп көру үшін біз қазір мұнда өзімізге бір құжат ашайық, яғни Word документ ашамыз. Және осы Word документке біз интернеттен қандай да бір текстті көшіріп аламыз. Мысалы, менде мынадай бір сайт бар, кез келген бір сайт. Осы сайттан мен қазір бір текстті көшіріп алайын. Және оны өзімнің мақаламның ішіне орналастырам. Осы деңгейде орналастырдық. Енді мен қазір осы тексттердің менікі емес екенін қалай дәлелдеп көрсете аламын. Яғни, сіз мақала жазған болсаңыз, сізді қалай тексереді, немесе сіз біреудің мақаласын қалай тексересіз. Бұл мақала жазушы адам үшін өте маңызды. Оны жасау үшін сіз ең алдымен бұл құжатты PDF нұсқаға ауыстыруыңыз керек. Ол үшін сіз мұндағы файл батырмасын басасыз және сохранить как батырмасын басасыз. Осы жерде сақтайтын жерді көрсетесіз. Ол бізде рабочий стол болсын. Осы жерде сіз тип файла дегенге документ Word емес, ол жерге PDF деп өзгертесіз. Және де құжаттың атын көрсетесіз. Оны біз жай ғана құжат деп сақтап қоямыз. Или давайте мақала деп сақтап қояйық.
сақтадық. Енді қазір өзіміздің рабочий столымызды тексереміз. Ол жерде бізде мақала деген PDF документ болу керек. Егер барлығы дұрыс болса, онда біз ары қарай кірісеміз. Міне, ол менде тұр мұнда, мақала деген PDF документ. Енді мен осы документті қазір оригиналисқа тексеруім керек. Ол үшін мен қайтадан антиплагиат жүйесіне ораламын. Негізгі кабинетіме, мына негізгі кабинетіміз осылай тұрады. Енді сол жақта қарасаңыз, сізде добавить документ және добавить текст деп тұрады. Сіз осы жердегі добавить документ деген таңдайсыз, себебі сізде қазір PDF документ болып тұр. Өкінішке орай, бұл тегін нұсқасында тек қана PDF нұсқаны ғана қабылдай алады, немесе TXT форматта ғана, а Word-ты қабылдамайды. Сондықтан сіз осы жерде добавить документ батырмасын басасыз, және біздің рабочий столымызда мақала деген PDF файлды тауып аласыз. Біз оны жаңа ғана сақтаған болатынбыз. Осы жерде мақала дегенге 2 рет басасыз. Мұнда сізде кейбір нұсқаулықтар болады. Сіз бұлардың ешбіріне қарамасаңыз болады, себебі бұлар аса қатты бір маңызды емес. Сондықтан сіз мұнда продолжить батырмасын басасыз. Сонда сіздің құжатыңыз, яғни документіңіз осы жүйеге тіркелді. Енді сіз қарасаңыз, мұнда загрузка жүріп жатыр. Демек, бұл жүйе сіздің мақалаңызды қазір тексеріп жатыр деген сөз. Документ проверяется деп тұр. Осы жерде кішкене ғана күтесіз, кішкене уақыттан кейін сізге осы құжаттың қанша пайызы көшірілген екенін шығарып береді. Міне осындай аз уақыт ішінде сізде мақалаңыз толығымен тексеріліп бітеді. Егер мұқият қарасаңыз, мұнда оригинальность деген бөлім бар. Бұл оригинальность деген сөз, яғни сіздің жазған сөздеріңіздің қаншасы өзіңізден шықты, соны көрсетеді. Енді біз өзіміздің мысалымызда біз 100% текстін барлығын интернеттен алған болатынбыз. Демек, мұнда қарасаңыз, оригинальность деген сөздің қасында 0% деп тұр. Демек, бұл жерде ешбір сөз біздің өзімізден шыққан жоқ дегенді көрсетеді. Енді бұл әлі барлық емес, мұнда жанына қарасаңыз, посмотреть результаты деген батырма болады. Осыны басасыз. Сол кезде сізде осы, яғни оригинальностьқа байланысты бірнеше отчет шығады. Енді үстіне қарасаңыз, мұна оригинальность 0%, демек заимствование. Заимствование дегеніміз бұл, яғни сіз қаншасын интернеттен алдыңыз, немесе басқа көздерден алдыңыз деген сөз. Немесе цитирование деген болады, ол сіз осының ішінде белгілі бір бөлігі, яғни біз мысалы 100 емес, мына жерде 80 болған кезде, демек 20% ол цитирование болатын еді деген сияқты. И оның ішінде самоцитирование деген бар, сіз бір сөзіңізді неше рет қайталадыңыз, соған дейін көрсетіп бере алады. Біздің жағдайымызда 100% ол заимствование, яғни 100% біз интернеттен көшірдік деген сөз. Онымен қоса сіз бұл мақаланы, тексті қай жерден алдыңыз, соны да көруге болады. Ол үшін сіз астына қарасаңыз, полный отчет, краткий отчет и история отчетов деген болып тұрады. Осы жерде сіз негізінде барлығын қолдана аласыз, егер де сіз тарифіңізді ақылы тарифке өзгертсеңіз. Ал егер де сізде тек қана тегін тариф болатын болса, онда сіз мұнда краткий отчет дегенді ғана қолдана аласыз. Сондықтан біз қазір краткий отчет деген бөлімді басамыз. Сол кезде сіздерде мұнда көрініп тұрады, яғни қай дерек көздерінен алынған. Қарасақ, біз тіпті бұл мақаланың өзі, біз көшіріп алған, бұл сайтқа тиесілі емес. Біз оны қазір білім ал KZ дегеннен алдық, бірақ бұл дерек, яғни бұл мақала ол сайтқа тиесілі емес. Себебі жазылып тұр, ең қызықты деректер, ол сайт школы номер 56 город Астана. Осы сайтқа тиесілі екен. Тіпті сіз осы сөздердің қай сайтта тұрғанын да көре аласыз. Ол үшін сіз мұндағы сілтемені батырмасын басасыз, ссылка на источник деген басасыз, и мұнда сайттың атын көрсетіп тұрады, 56.astanabilim.kz. Егер де бұл мақаланы өшіріп тастамаған болса, онда біз қазір тура сол мақаланың үстінен түсе аламыз. Басамыз. Мына жерде страница не найдена дейді, демек бұл мақаланы кезінде біреу жазған и оны өшіріп тастаған. Сол, яғни активны болып тұрған кезде бұл әлеуметтік сайтқа осы мақаланы орналастырып үлгерілген деген сөз. Тура осылай сіз кез келген мақаланың, яғни қандай сайттан, қандай ақпарат көздерінен алынғанын көре аласыз. Біз өз кезегімізде ұстаздардан алған мақаланың өзін осылай антиплагиатқа салып тексеріп отыратын боламыз. Жалпы осылай қысқаша түсінікті болады деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне немесе телеграмдағы чатымызға жазсаңыздар болады. Ал қазір біз сіздерге өз кезегімізде келесі тапсырманы бергіміз келеді. Сіздерде телеграм чатта қазір мынадай бір мақала болады. Мақаланың аты үздік оқушы синдромы туралы не білеміз деген. Бұл мақала белгілі бір интернет көзінен алынған. Сіздерге тапсырма осы мақаланың
қай интернет көзінен алынғанын тауып беру керексіздер. Және оны телеграмдағы чатымызға жазсаңыздар болады. Таба алдым немесе таба алмадым. Таба алған болсаңыз, қандай дерек көздерінен таба алдым, соны жазсаңыз да болады. Жазбасаңыз да болады. Ең бастысы осы жаттығуды өзіңіз үшін жасап көрсеңіз болады. Олай болса, бұл сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.